Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 58-ші сабақ. Сөйлем мүшелерінің байланысы. 29-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Мен Астана қаласының кішкентай тұрғынымын. Астана өте әдемі. Қалада неше түрлі ойын-сауық орталықтары бар. Сәулетті ғимараттар өте көп. Өскенде туған қаламның өркендеуіне өз үлесімді қоссам деймін. Жыл 12 ай кітабынан алынған мәтін екен, мәтін не туралы, оған ат қой дейді. Мәтін Астана қаласы туралы. Мәтінге көркем қала Астана деп ат қойсақ болады екен, Астанадағы сәулетті ғимараттар туралы білетініңді айт және оларды дерек көздерден қарап толықтыр дейді. Астана өзінің көркем, ерекше ғимараттарымен танылған еліміздің елордасы. Астанадағы хан шатыр алып мөлдір шыныдан жасалған әлемдегі ең ірі шатыр. Астанадағы бас мешіт сыйымдылығы бойынша әлемдегі ең үлкен 10 мешіттің қатарына енеді. Абу-Даби плаза құрылысы 2010 жылы басталды. Абу-Даби елордада орналасқан көп функционалды кешен. Мінекей біз 3 ғимарат кешен жайлы айттық. Тағы басқа бәйтерек жайлы, қандай әдемі ғимараттар бар, солар жайлы айтып көрсеңдер болады. Сызба арқылы сұрақ қойып, өзара байланысқан сөздер тобын тап дейді. Мен Астана қаласының кішкентай тұрғынымын. Мінекей сызбамен сөздердің байланысы көрсетілген, Мен тұрғынымын. Кішкентай тұрғынымын. Қандай тұрғынымын? Кішкентай тұрғынымын. Кім тұрғыны? Мен кімімін? Тұрғынымын. Ненің? Астана қаласының. Қай қаланың? Астана қаласының. Осылай сөздердің байланысын сұрақ қою арқылы анықтауға болады екен. Сөйлем мүшелері мағынасына қарай өзара байланысып айтылады. Олардың байланысы сұрақ қою арқылы анықталады. 30-шы жаттығу. Мәтінді көркем жаз. Астана еліміздің ордасы. Маған өз қалам өте ұнайды. Астана қаласы күн сайын көркейіп өсіп келеді. Сөйлемдегі сөздердің байланысын тап дейді. Астана еліміздің ордасы. Астана ордасы. Не ордасы? Астана. Астана несі? Ордасы. Еліміздің ордасы деген екі сөз байланысады, Кімнің ордасы? Еліміздің. Несі? Ордасы. Маған өз қалам өте ұнайды. Маған ұнайды. Кімге ұнайды? Маған. Маған не істейді? Ұнайды. Өз қалам. Не? Қалам. Деп осылай сөздердің байланысын сызбамен көрсетсек болады. Мына сызбаға қай сөйлем сәйкес келетінін айтып, міне соңғы сөйлем, яғни Астана қаласы күн сайын көркейіп өсіп келеді деген сөйлем мына сызбаға сәйкес келеді екен, Осылай жазып, сызбамен көрсетіп қоямыз. Астана қаласы деген сөздер бір-бірімен байланысқан, күн сайын деген, одан өсіп келеді, көркейіп өсіп деген сөздер бір-бірімен байланысып тұр. Одан кейін Астана өсіп келеді. Астана не істеп келеді? Өсіп келеді. Қалай өсіп келеді? Күн сайын өсіп келеді. Осылай сұрақ қою арқылы сызып шығамыз, сызбамен көрсетіп. 31-ші жаттығу. Сызба бойынша тиісті сөйлем мүшелерін тауып жаз дейді. Мінекей мына сызба бойынша былай жазсақ болады. Айша келді. Кім келді? Айша келді. Бастауыш және баяндауыш, Айша үйге келді. Айша келді. Қайда келді? Үйге келді. Яғни үйге деген бұл тұрлаусыз мүше екен. Айша үйге тез келді деп жазсақ, осылай сызбамен көрсетеміз, Үйге тез деген тұрлаусыз мүше, Айша келді деген бастауыш пен баяндауыш болады. Біздің бүгінгі сабақ осымен аяқталды, озат оқушым. Каналға тіркелуді ұмытпа. Келесі сабаққа дейін сау бола ғой.